Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай венский вафли пісіреміз. Менімен бірге болыңыздар, кеттік. Ол үшін бізге осы заттар қажет. Мен видеоның астына жазып қойдым, сол жақтан көрсеңіздер болады. Үйдегі бар затпен жасалатын ең оңай вафли болып саналады. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек, және де қант саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Және де ерітілген сармай керек. Сосын сүт қажет. Сүттің қандай температурада болатыны маңызды емес. Сүтті құямыз. Осылай араластырып аламыз барлығын. Және де ұн саламыз. Онда илектен өткізіп алыңыздар, сонда қамыр түйшік болып қалмайды. Және де ұнға менде разрыхитель араласқан. Осылай барлығын бөліп араластырып аламыз. Одан кейін мен ванилин қостым. Ванилин вафлиге күшті иіс беріп тұрады, тәтті иіс. Осылай араластырамыз барлығын. Бізде осындай қоюлықта масса шықты. Одан кейін вафельницамызды қыздырып пісіре береміз. Вафельницаға біз 1,5 қасықтан саламыз. Сонда жақсы болып шығады. Және 4 бұрышына жеткізіп тұрып құйып шықсаңыздар, вафлиміз әдемі шығады. Одан кейін бетін жауып 5 минутта пісіріп аламыз. Екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің вафлиміз дайын, өте әдемі болып шығады, және дәмді болып шығады. Осы вафлим өзіме ерекше қатты ұнайды. Жасап көріңіздер, жұмсақ болып шығады. Және рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет, ас болсын.